Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз екі шамалмен орындалатын есептерді шығару. Бірінші есепте берілген суреттерден осындай үш есеп құрастыру. Ең бірінші бізде болды 1000 теңге, сатып алынды 2 лапша 80 теңгеден, қалды белгісіз теңге. Ең бірінші бізде барлығы болған ақшаны жазып қоямыз. Одан азайтамыз 80 көбейтілген 2-ні. Сонда 840 теңге шығады. Келесі болды 800 теңге. Сатып алынды 3 йогурт 90 теңгеден, қалды белгісіз теңге. 800-ден азайтамыз 9 көбейтілген 3-ті. Сонда 530 теңге қалады. Келесі болды 700 теңге. Сатып алынды 2 вафли 60 теңгеден, қалды белгісіз теңге. 700-ден азайтамыз 60 көбейтілген 2-ні. Жауабында 580 теңге қалады. Екінші есепте мәтінді есептерді шығару керек. А есебінде балалар 3 билеті 70 теңге. Яғни 3 билет алынды, ал 1 билеті 70 теңгеден. Ал ересектерде 2 билеті белгісіз, яғни 1 билеті 70-тен қарағанда 30 теңгеге қымбат. Онда бізде барлығы қанша теңге төлеу қажет екенін табу керек. 70-ті 3-ке көбейтеміз, оған қосамыз 70 қосылған 30-ты, және оған 2-ні көбейтеміз. 70-ке 30-ты қоссақ бізде 100, 70-ті 3-ке көбейтеміз 210, сосын мұндағы 100-ді 2-ке көбейтеміз 200, 200-ді 210-ға қоссақ 410 теңге төлеу қажет. Келесі А есебінде ересек 2 билет 125 теңгеден, 5 билеті 80 теңгеден. Енді қанша теңгеге артық екен табу керек. 80-ді 5-ке көбейтеміз, азайтам 120 көбейтілген 2. Жауабында 150 теңгеге артық төленді екен. Үшінші есепте берілген 2 өрнекті баған түрінде шығаруымыз керек. Мысалы 205 көбейтілген 3 азайтылған 108 көбейтілген 4. 205-ті 3-ке көбейтеміз, сонда 615. 108-ді 4-ке көбейтеміз, сонда 432. Енді оларды біз азайтамыз, сонда 183 шығады. Бұл жерде 124-ті 5-ке көбейтсек 620, 300-ге 620-ны қоссақ 920, 920-дан 258 азайтсақ 662 шығады. Төртінші есепте бізде 2 сурет берілген, біреуі қолтаяқша, екіншісі шеңберлер. Енді және олардың бір данасы қанша теңге екені берілген. Сосын 2 өрнек тұр. А және А өрнегі. А өрнегінде бізге осы өрнек берілген. Соған біз осында есеп құрастырамыз. Қолтаяқша 107 теңгеден 6 дана, шеңберлер 102 теңгеден 3 дана. Барлығына қанша теңге төленді? Сонда бізде 948 теңге төленген екен. Ал келесі А есебінде қолтаяқша 107 теңгеден 6 дана, шеңберлер 102 теңгеден 3 дана. Бізде қанша теңге артық төленгенін табуымыз керек. Оны табу үшін біз қосудың орнына азайтамыз. Сонда 336 теңге артық төленген. Бесінші есептің астында берілген диаграмма бойынша сұрақтар құрастыруымыз керек. Оны біз балалар аттракционына қанша адам кірді, немесе ең көп кірген аттракцион қандай, ең аз кірген аттракцион қандай деп сұрақтар қоюымызға болады. Ал А есебінде бізге есеп құрастыру керек. Балалар 9 адам кірді, отбасылыққа 17 адам, экстремальдіге 15 адам кірді. Барлығына қанша адам? Енді бұның барлығын қоссақ 41 адам шығады. Алтыншы есепте бізде кітабымызда амалдары жасырылған, соны орнына өзіміз қойымыз керек. Бұл жерде біз 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12-ге 5-ті қоссақ 17 шығады. Біріншісі қосу және көбейту. Кейін азайту және көбейту. 3-ті 7-ге көбейтеміз 21, 30-дан 21-ді азайтсақ 9 шығады. Бұл жерде біз шақша қоямыз және көбейтеміз. Мына жерде қосу. 5-ке 8-ді қосамыз 13, 13-ті 4-ке көбейтсек 52 шығады. Кейін 20 бөлінген 5 көбейтілген 6. 20-ны 5-ке бөлеміз 4, 4-ті 6-ға көбейтсек 24 шығады. Бізде 7-ші есепте логикалық тапсырма берілген. А есебінде кем дегенде, яғни 3 түс дейді. Яғни 3 рет алуымыз керек. Бізде ең
кем дегенде дегесін ең азы, яғни ол бізде көк және жасыл төрттен берілген. Сондықтан бізде 12 шығады, ал келесінде, яғни 2 рет 4 болып, біреуі басқа түс болуы мүмкін. Сонда 4-ті 4-ке қосамыз да, оған 1-ді қосамыз. Сонда 9 шығады. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.